ел не дейдіден бір арылу керек деген сыңайдағы менің кейбір рилстарымдағы ойларымды менің кейбір оқырмандарым бір қате түсініп қалған сияқты, комментарийлардан соны аңғарғандай болам. Бір ел не дейдіден арылу деген ол бір бетіңмен кет, білгеніңді істе, ешкімнен ұялма деген сөз емес. Ұят деген ол бір ішкі әдеп, ұят деген ол адамзаттың әшекейі, бір қала берді өзіңіздің иман таразыңыз, бір ішкі цензураңыз ғой. Ел не дейдіден арылу деген бір қарабайыр мысалдармен түсіндіру керек болатын болса, бір арзан фондтар, әлгі Көпен Әмірбек марқұм көкеміз айтпақшы, күмпілдектік, жаңағы кредитке той істеу, кредитке бір қымбат телефон, көлік алу, немесе бір бытовой өмірден айтатын болсақ, бір жұрт бір подкаблучник деп ойлап қалмасын мені деп, елдің көзінше жұрт жиналған жерде бір қатыныңа үнемі бір қоқаңдап отыру сияқты болып кете береді. Мұның барлығы біздің әлі рухани бір тәуелсіз адам емес екендігімізді, әлі ішімізде бір комплекстар бар екендігін көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы менің түсінігімде адамның азаматтығы бір зорайып үлкейген сайын өзін өзі бір елдің алдында бір зорайтып көрсетуге деген қажеттілік еш керек болмай қалады.